Сәлем, сіздермен жансая. Бүгін мясной пирог жасаймыз. Ең алдымен қамырына онымен разрыхитель електен өткізіп, сары майды ертіп, жұмыртқа қосып, тұз қосып, қамыр илеп, холодильникке 10 минутқа салып қоямыз. Осы аралықта етімізге пиязды, картошканы майдалап турап, тұздап араластырып аламыз. Дайын тұрған қамырды шығарып, екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігіне қазір начинканы салатын боламыз. Кішкентай бөлігімен бетін жауып өріп шығамыз. Кейін начинканы салдық, одан кейін кішкентай бөлігін алып, бетін жауып, самса сияқты айналдырып өріп шығатын боламыз. Айналдырып өріп болған соң, осылай пышақтың ұшымен бетін төрт жағынан түлеп шықтым. Ол әдемілік үшін және ауа шығып тұру үшін. Одан кейін бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, күнжіт сеуіп әдемілеп 180 градуста 40-50 минут пісіруге жібердім. Пісіп шықты, өте әдемі болып шықты, дәмі деген керемет болды. Отбасыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер.